Ассалаумағалейкум қазақ елі және де BM Motors оқырмандары. Осыдан 4 күн бұрын Шымкент қаласындағы автосалонымызға Әбіләкім көкеміз келіп, Оңтүстік Кореядан Палисад көлігіне тапсырыс берген болатын. Именно маған каллиграфия комплектациясымен 5000 пробегке дейін тауып беріңдер деп. Біз машинаны таптық. Бұл не то что каллиграфия, бұл каллиграфияның Black Edition, самый потолок Палисадтардың арасында. Пробег 4900 километр ғана жүрген. Ағамызға видео отчетін полностью жібердік. Көрді да сразу осы машинаны алам деп шешім қабылдады. Машина сатып алынды. Машинамен қысқаша таныстырып кетейін. Каллиграфия комплектациясында не болса, бұл да Black Edition'да. Одан да көп нәрселері бар. Выдвижной порогымен, 4 түрлі подсветкасымен, массажымен, 360 камера, проекция барлығы бар. Бұның еще самый необычный жиектері кожа, ортасы алькантара болып келеді бұлардың. Пробег 4900 километр. Осы машинаның видео отчетін Әбіләкім көкемізге көрсеттік. Машинаны бір көрді де, сразу басқа машинаны көрмеймін, именно осы машинаны алам деп шешім қабылдады. Көлігіңіз аға сатып алынды. Тағы да бір рет көлігіңіз құтты болсын. Құдай қаласа бүгін кешке машинаға русификация жасаймыз. Төбесіне багажын саламыз. Порогы, заводской выдвижной порогы бар. Бір ай ішінде құдай қаласа Алматыда КТМ СВХ-сынан көлікті қазақ номерін салып, қолыңызға табыстайтын боламыз. Барша сенім білдіріп тапсырыс беріп атқан қазақстандықтарға барлығыңызға мың алғыс. Күндеріңіз сәтті өтсін. Біздің отправкамыз қызу үстінде, жұмыс қызып жатыр. Бұл Әбіләкім ағамыздың айғыры. Машина неге 5 панорама таңдалған, сол жағынан бір түсіндіріп кетейін. Дополнительно бұл жерде порог салынған. Машина не үшін панорамасыз? Осы затқа бола. Бұл машинаның төбесіне түсетін багажы, водоизмещение 800 литр. Құдай қаласа, қазір установкасын жасайтын боламыз осының. Бұл багажның өзі теңгемен миллион теңге тұрады. Үстіне қоюға. Соған арналған. Сол багажға жету үшін порогы қойылған машинаның. Енді бір несі, осы порогын қоямыз да, құдай қаласа жолға шығайын деп тұр машинамыз.